Біз эксклюзивті шығарылым деп те айта аламыз. 8 жасынан бастап осы бүркітпен айланыстым. Бұл жақтағы қазақ тілі мен осы Қазақстанда қазақ тілінің айырмашылықтары бар ма? Бар айтында қоқсаңыш бар ма деді. Ол кісі маған қарады, ол не деді. Ата-әжелеріміз бізге бұрынғы қазақтың сол қалып қойған қоңыр үнді Керемет. Армысыздар, құрметті отандастар, сіздермен бірге мен Еңлік Бердірахманова. Бүгін тіл таным бағдарламасының мерекелік шығарылымы. Бүгінгі бізде қонақта Айшолпан Нұрғайып және Жадыра Сенді. Қош келдіңіздер бағдарламаға. Сіздерді көргенде өте қуаныштымын. Енді бүгінгі түсірілімді біз эксклюзивті шығарылым деп те айта аламыз. Себебі Айшолпан ханым, өздеріңіз білесіздер, Моңғолия елінің тумасы, бүркітші, қазақтың жаңағы өнерін насихаттап жүрген, әлемге танытқан біздің батыр қызымыз десек те болады. Және де Жадыра ханым Моңғолия елінің тумасы, және де Жапонияда білім алған, қазіргі таңда Қазақстанда ағартушылықпен айналысып жүр. Ал енді Айшолпанмен жақынырақ танысайық. Ал енді Айшолпан, осы бүркітшілікті қайдан бастадыңыз? Мен бұл бүркітшілік 7 ата бабамыздан жалғасып келе жатқан, және де өзім кішкентай кезімнен бүркітте бірге өстім. Мен 6 жасымнан бастап артымен үйрендім, 8 жасымнан бастап осы бүркітпен айланыстым. Содан 13 жасымда бүркітші Жадыра дәрімге танымал болдым. Ол кезде Израильдік бүркітші кісі келіп бүркітшілер сайысына келген, тек еркек адамдар ғана ұстаған, әйел адамдарды былай іздеген, ұстамай қойды. Сол кезде біздің жақта туристер көп келеді. Сол кезде бір түйінші айтқан, осы Алтын Сөгістегі ауылда. Өзіңіз Баян-өлгейденсіз, иә? Алтын Сөгістегі ауылда осы Нұрғайыптың қызы бүркітпен айланысады деген. Содан біздің жаққа келді, сөйтіп менің суреттерімді алды, сөйтіп бүркітші Жадыра ретінде әлемге танытты. Содан кейін ол кісі айтқан, осы қызбен киноға түсем деген ұсыныстар болса, маған хабарласыңыздар деп. Сол кезде Отто деп оған хабарласқан. Шілде айынан бастап 2 жыл жарым уақыт кино түсірілді. Яғни 2 жыл жарым 4 мезгіл болады ғой Моңғолияда, біз әртүрлі бір айдан кейін түсірді. Солай біз нағыз батыр қазақтың қызы Айшолпан. Ал енді Жадыра ханым, өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Рахмет, бүгін осылай сіздердің шақырып отқандарыңызға қатты қуаныштымын. Бұрыннан бері отандастар қорымен бірігіп жұмыс жасап келе жатырмыз. Сіздерге алғысым шексіз. Менің атым Жадыра. Мен Жапонияның Токио қаласында 12 жылдан бері тұрып келе жатырмын. Өзім Баян-өлгейдің тумасымын. Ал енді жаңа Жапонияда жоғарғы білім алдыңыз, мамандығыңыз жөнінде айтып кетсеңіз. Мамандығым 4 жыл бойы саясаткер мамандығында оқып жүрдім. Одан кейін бала тәрбиесі және халыққа қызмет көрсету салалары бойынша магистратура бітіріп, екінші соңғы магистратурам ол бизнес менеджмент, бизнес дизайн. Қателеспесем, ол басқа елде, иә? Жоқ, ол да Жапонияда. Ол да Жапонияда. Негізі Жапониядан бұрын Англияда оқыдым. Ол жақта да халыққа қызмет көрсету саласы бойынша. Сосын Түркияда оқыдым, Түркияның. Өзің өте білімді қазақ қызы. Түркияның Стамбул қаласында болды. Анкара университеті. Керемет. Біздің сондай керемет қазақтың қыздары бар. Ал енді бағдарламаның аты тіл таным болғандықтан, енді қазір тіл туралы сөз қозғайтын боламыз. Екеулеріңіз де Моңғолия елінің тумасысыздар. Ол жақтағы қазақ тілі мен осы Қазақстанда қазақ тілінің айырмашылықтары бар ма? Диалект сөздер қалай екен? Яғни сақталуы қазақ тілінің. Мен өзім кішкентай кезімнен бастап шетелде ұзақ өмір сүргендіктен, бірақ та кішкене кезімде ата-әжемнің қолында өмір сүрдім. Жаңағы ата-әжемнің қолында болдым. Ата-әжелеріміз бізге бұрынғы қазақтың сол қалып қойған қоңыр үнді дыбысты сондай қазақ тілімен өсірді, ертегілер айтып берді. Сол жаңағы өзіміздің қазақ тілін сақтап қалуға, сол кішкентай кезімізден құлақта сіңіп қалған сөздер, әжелеріміздің әңгімелері, сонымен әлі жалғастырып келе жатырмыз. Енді Жадыра көптеген елде білім алған, сонымен қатар 15 жасынан бастап енді Жапония елінде тұр.
енді кейбіреулеріміз шетелге бір жыл шықсақ та қазақтың сөздерін біраз ұмыта бастаймыз. Ал енді сіз қанша елде тұрсаңыз да қазақшаңыз өте керемет. Өйткені ойлаймын, кішкентай кезінен бастап міндетті түрде қазақ тілінде жаңа тәрбие беретін болса, басқа тілді үйренсе де қазақ тілі есінде қалады. Есінде қалып, және қазақша жақсы сөйлейтін болады. Жақсы. Ал енді сізге келетін болса, менде де пікіріңіз? менде де негізі кішкентай кезімде сол үйде қазақша сөйлеп, ата-анамыз да тоже қазақша бізді үйретті, қазақша сөйлеп, мен моңғол класста оқысам да үйге келіп, достарыммен де қазақша сөйлестім. Бірақ та мен ең алғаш Қазақстанға келген кезде маған біраз сөздер қиын болды. Себебі біз Монғолияда жүрген кезде өз диалектілеріңіз моңғолшалап кей сөздерді солай сөйлейміз, бірақ осы жақта андай орысшалап сөйлейтін сөздер болды. Басында апайларым мысалы ретінде айтсам, мен ол кісіге барып айттым да, қоқыс салғыш бар ма дедім де, ол кісі маған қарады, ол не деді де. Содан мен ол кісі ағылшынша айтқанын түсінбеді. Одан кейін барып, содан бастап мен сөздер жаттай бастадым да, мусор деп мысалы. Бірақ та көптеген айырмашылықтар бар. Одан бір айдан кейін үйреніп бастадым. Қазір өзімде сол ортаға сіңісіп кеттім. Бірақ енді қазіргі таңда осы қазақ тілінің мәртебесі көтеріліп келе жатыр. Және де мысалы біз Монғолияда андай қос әріптер бар, бірақ ол осы жақта керектенбейді. Біз мысалы Ö мен E-ні керектенеміз, Монғолияда соларды керектенеді, бірақ та қазақ әріпте ода керектенбейді. Себебі бізде Монғолияда әріпте 32 әріп бар, қазақ тілінде 42 әріп бар. Мысалы Ö дегендер Монғолияда жоқ. Ал енді өздеріңіздің жетістіктеріңіз туралы айта кетсеңіз, енді қандай жоспарларыңыз бар? Аллаға шүкір, мен көптеген жетістіктерге жеттім. Білімнен болсын, және де сосы киномның арқасында, және құсбегілікпен ең бірінші... Қателеспесем, сөзіңізді бөлейін, кешіріңіз. Сізді жаңағы әлемдік топ университеттерге де шақырған екен, Гарвард университеті, Оксфорд университеті дегенмен сіз отандық университетті таңдадыңыз. Сүлеймен университетінде оқисыз. Осының не себепті бұндай шешімге келдіңіз? Көп адамдар осы сұрақты сұрайды, әрі қызықты. Себебі мен таңдаған себебім өзіміз қазақпыз, және де өзім ойлаймын, бірінші Қазақстаннан білім алып, өзімді бір жоғарылап, жан-жақты дамытып алу керек, одан кейін шетелге шығу керек деп. Өздеріңіз де білесіздер, қазір осы ИСТ универ Қазақстанда ең үздік универдің бірі, және де ол жерде сапалы білім, саналы тәрбие береді, шетелдік универдерден кем емес деп. Мамандығыңыз? Қазіргі таңда ИСТ-да екінші курспын, қазақ тілі әдебиеті. Керемет. Ал енді сіздің кітабыңыз жарық көрді деп естідім. Менің кітабым осы Америка қаласында ашылу болды. Өкінішке орай осы пандемияға байланысты бара алмадым. Қазіргі таңда сол Америкада сатылып жатыр. Бұйыртса алдағы жоспарда бар, осы Қазақстанға алып келіп. Қай тілде шығарылды? Ағылшын тілінде қазіргі таңда. Оны енді осы бұйыртса Қазақстанға алып келіп, қазақ тілінде Керемет, сәттілік тілейміз сізге. Ал енді Жадыра ханым, өзіңіздің алдағы жоспарларыңыз жайында айтып берсеңіз, қазір Қазақстанда қандай салада жұмыс жасайсыз? Қазір Қазақстанда білім саласында, ағартушы саласында жұмыс жасап жатырмын. Жапон тілін үйретемін. Жапониядағы жаңағы өзімнің үйреніп келген барлық білімімді осы Қазақстандағы жастарға үйретумен шұғылданып жатырмын. Өзімнің біраз деген студентім бар, қазіргі таңда Жапонияның жақсы университеттерінде оқиды. Және де бүгіннің өзінде бір студентім визасын алып Жапонияға кетемін деп қуанып жатыр. Сондай жаңалықтарым бар. Бұйыртса әлде тағы да алда көптеген жаңалықтар болады. Жақсы, өте жақсы. Барлық істеріңізге, бастамаларыңызға біз сәттілік тілейміз. Әрдайым біз сіздерді қолдаймыз. Енді бүгін біздің мерекелік шығарылым болғандықтан шетелдегі отандастарымызға, елдегі қандастарымызға, жалпы Қазақстан халқына деген тілектеріңіз болса айтсаңыздар болады. Ең бірінші тілегім еліміз аман, жұртымыз тыныш, елімізде ғылым мен білімге құштар азаматтарымыз көп болып, барлығымыз тыныш өмір сүруді нәсіп етсін деп тілеймін. Екінші, келе жатқан наурызымыз құтты, ұлыс, оң, ақ, мол болып, барлығымыз береке бірлікте өмір сүруге
нәсіп етсін. Рахмет, Жадыра ханым. Алдағы келе жатқан сіздерді Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызға бірінші байлық денсаулық деп айтады, зор денсаулық тілеймін, және де отбасыларыңызға берекелі бірлік тілеймін. Рахмет, өте керемет шақыруым болды енді. Барлық қазақстандықтарды, шетелде тұратын отандастарымызды, елдегі қандастарымыздың барлығын ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық, деніңізге саулық және алдағы жоспарларыңызға сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар.